Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда достар, сендерге біраз нәрсені айтайын деп тұрмын. Көп деген сұрақтар қойып тастағансыңдар. Яғни, бізге мод қосу жайлы видео болсын деген, модты қалай қосу керек дегенде ол туралы мен алдында видео түсіргем. Ал бүгін именно қалай мебель модты қосуға болатынын көрсететін боламын. Давайте. Дәл қазірден бастап лайктарыңды басып жібересіңдер, төменде тұрған екі каналға өтіп, тіркелмеген болсаңдар арнаға жазылып кетіңдер. Давайте. Қазір достар, мен сендерге ең алдымен бір сұрақ тұр, мына экрандан шыққан, оқып өздерің көріп аласыңдар. Ол нені шығару үшін, бізде мына видео жақтан настройканы турлау керек болады. Мысалы, бірінші кірген кезде яркостьті бүйтіп көтеріп қойсаңыздар, түнде көзіңіз жарығырақ болып көрінеді. Мысалы, мынау сіздерді үстіп тұрады. Бұны бүйтіп қойсаңыздар, сіздерде бұрышта кукла көрініп тұрады. Мына жақта выбор контура деген тұрады. Міне, вот именно осыны қосатын болсаңдар, андай блокты таңдаған кезде жап-жарық болып емес, шетінде қап-қара болып компьютердегідей тұрады. Және мына жерде красивее пузыриді қосып қоясыңдар, әдемірек болады. Және мына жақтағы классная графиканы өшіріп қойсаңдар, сонда телефондарын плюс қатпайды, әрі әдемі көрініс болады Майнкрафтта. Мына жерде карманный деп тұрады. Классический қылсаңдар, ал міне тура компьютердегідей болады. Ал енді мына жақта мебель модты қосу керек. Міне мысалы осындай модты дайындап қойдық та, оны қосып алған соң бізде обязательно осылай бір нәрсе шығады, 100% ол. Ең соңында өстіп қосылады и дайын болады. Все, проблема жоқ негізі қосуда модты. Енді бізде деген мына жақтан қосу керек болады. Любой миріңіз болса, немесе новый мирдан ашып қоссаңыз болады. И мына жақтан шығып тұру керек. Менде ол қосылған, сондықтан басында мына жақтан тұрады, и сендер осыны қосып аласыңдар. Екі жағынан да қосылау керек болады. Ал оның істеуі үшін достар, ұмытпаңдар, обязательно мына жердегі заттарды қосасыңдар. Ең пәске түсе бергенде мына жерде, жоқ, бұл жерде емес. Так, міне осы жерде эксперименты деген тұрады. 1.18 версиясы менде, 1.18.1 версиясы менде. Осындай жақта эксперименты деген тұрады. Соны қосып шығасыңдар. И және мына жақта читы деген тұрады. Содағы Education Edition дегенді қосасыңдар міндетті түрде достар. И мынау өшіріп қойған заттарым қатысы жоқ. Ал болды, сонымен қосыла береді. Сразу айтайын, звонок не беру. Сразу айтып кетейін достар, егерде сендерде 1.16 версия болатын болса, мысалы 1.16, 1.17 дегендер, одан төменге вообще істемейді. Ол 16 және 17 версияларда тоже негізі істемейді, вообще істемейді ол версияларда. Бұл мод, бұл мебель мод тек қана 1.18 версиядан бастап істейді. Түсініктірек қылып айтайын, 1.18.1 версиядан бастап істейді. Достар, солай. Сендермен болған мен Мейірбек достар. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде лайкты басуды ұмытпаңыздар, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал мен осымен видеомды аяқтайын. Қош, сау болыңыздар достар.